Assalamu алейкум, ардактуу Ош Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021 жылдын 31 декабры болуп калды. Биз сиздерге Ноокат чергесинен салам айтабыз, тактап айтканда Каллелин айылынан салам айтабыз. Биринчиден жума күнүңүздөр маарек болсун. Күн жума экен. 2021 жылдын акыркы күнү биз Ноокат чергесинде чыгарылышыбызды улантабыз. Мына келишкен кунан чыгып калды. Көрүңүздөр, байкаңыздар. Жакса ээси менен түз байланышып алып калыңыздар. Мынакей 2 жаш кунан мынакей. Өт жаныбар ыя. Басыгыны көрүңүздөрчү, кандай гана келишкен жылкы экен туугандар. Эми ушул тууралуу жакындан алып маалымат берип сиздерге бөлүшүп өтөбүз туугандар. Жоон жолпусунан келген, сын сыпаты келишкен. 4 туягы ак, 5 кашка экен. Бою да бийик. Эми мына сиздерге дене мүчөлөрүнү жакындан алып көрсөтөм. Соруларынан баштап, мына жамбаштарын байкаңыздар. Бою канча дедиңиз? 1.68. Boyu 1.68 eкен, 1.70'e жақын. Бұл дағы өсет да шонда. Қайсы жердің жылқысы? Россиядан. Россиядан. Кличкасы бар бы? Кличкасы бар. Конзаводтан алып келінген бі? Бутер. Бутер. Чоң, жоон жолпысынан келген. Мынандай қолға жош. Ойнатсам, ойнақ жылқы екен туғандарына. Ем бағасын қанша дейсіз мұның? $4.500. Жақыны $4.500 деді. Мына бағасы айтылды туғандар. Ем дене мүчелері мына тұяқтарында көріңіздер. Тұяқтары да аябай чоң. Жоон жолпысынан келген жылқы екен. Бірақ ондай жоон ем олғаны менен жеңіл екен. Басығыны көрдіңіздер туғандар. Ниет қылғандар. Лайк басып қойыңыздар, лайк басып бөлішіп қойыңыздар. Қызыққандар болса, иесінің номерін айтып өтөбүз, телефон номерін айтып өтөбүз. Телефон номеріңізді айтып қойыңыз. 0779 менен 12 89 84 номері менен байланышып бересиздер. Ошондо башка мамлекеттерден, коңшу мамлекеттерден терип жатсаңыздар, плюс 996 кодун терип чыгасыздар. Экранга да жазып коебуз. Баасы $4.500 делди. Бою айтылды, қалған маалыматты иесінен аласыздар. Мынакей. Жаныбар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Саламатта туруңуздар. 2022 жаңы жылда эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар. Мынакей.